Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге пайдалы әрі сирек кездесетін жеміс айдаһар жемісі питая туралы ақпарат беретін боламын. Айдаһар жемісі кактустар тұқымдасына жататын өсімдіктің жемісі. Оның отаны орталық және оңтүстік Америка болып саналады. Бірақ қазір оңтүстік-шығыс Азия елдерінде, Вьетнам, Таиланд, Малайзия елдерінде кеңінен өсіріледі. Пайдалы қасиеттері: оксиданттарға бай. Айдаһар жемісінде бетациндер мен флавоноидтар көп. Бұл заттар ағзаны бос радикалдардан қорғап, қартаю процесін баяулатады. Иммунитетті күшейтеді. Питая С дәруменінің тамаша көзі. С дәрумені ағзаның қорғаныс жүйесін нығайтады және түрлі инфекцияларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Ас қорытуды жақсартады. Қан айналымына да пайдасы бар. Айдаһар жемісінде темір элементі қан құрамындағы гемоглобин деңгейін арттырады, ал магний жүрек жұмысына жағымды әсер береді. Қандағы қант дейін реттеуге көмегі де бар. Құрамындағы маңызды элементтер: С дәрумені, В1, В2, В3 дәрумендері, темір, магний, кальций, фосфор, талшықтар, оксиданттар. Қалай пайдаланады? Питаяны көбінесе жаңа піскен күйінде жейді. Қабықты кесіп, ішіндегі жұмсақ жемісін қасықпен алып жеуге болады. Сонымен қатар смузи, салаттар, десерттер, йогурттар мен сусындарға да қосылады. Питая туралы қызықты дерек: айдаһар жемісінің бірнеше түрі бар. Ақ еті бар, қызыл қабықты, қызыл еті бар, ақ іші және де сары қабықты да болып келеді. Бұл жеміс кактустың гүлінен пайда болады. Питая калориясы төмен өнім болғандықтан оны диета ұстанатын адамдар жиі тұтынады.